әдемілік пен хош иіс сыйлайды. Онда жеміс беретін өсімдікке назар аударайық. Бұл алма ағашы. Ал мынау алма ағашының гүлі. Гүл түсіп қалғанда орнына жеміс шығады. Ал жемістің ішінде тұқымы болады. Біз тұқымды қайтадан егіп, тамыр шығарып, одан алма жемісін ала аламыз. Тамыр қайда болады, балалар? Әрине, тамыр топырақтың астында. Яғни өсімдік топыраққа бекиді. Тамыр өсімдікті мықты ұстап тұрады. Өсімдіктің өздігіне жұлынбауына және оның мықты тұруына тамыр үлкен қызмет атқарады. Тамыр топырақтағы қоректік заттарды бойына сіңіріп, сабаққа тасымалдайды. Ал сабақ суды, қоректік затты өсімдіктің басқа бөліктеріне жеткізіп отырады. Жапырақ жақсы тыныс алып, өсімдіктің дамуына көмектеседі. Сонымен балалар, тамыр өсімдіктің жер асты бөлігі, ал сабақ өсімдіктің жер үстіңгі бөлігі. Ондай болса, осыған байланысты бейнематериалды көрейік. Хлорофилл, хлоропласт деп аталатын өсімдіктердің өте кішкентай құрылымдарында болады. Фотосинтез кезінде қоректік заттар түзу үшін өсімдіктерге хлорофиллмен қоса күннің көзі, су және көмірқышқыл газы керек. Күннің көзін өсімдіктің жапырақтары жұтып алады. Және көмірқышқыл газы өсімдіктің беткі жағындағы кішкентай саңылаулар немесе стомдар арқылы келіп түседі. Суды тамыр арқылы жұтады да, сабақ арқылы жапырақтарға береді. Міне балалар, өсімдіктің бөліктерін қайталап шықтық. Әр бөліктің өзінің атқаратын белгілі бір қызметі бар. Өсімдік бөліктері бірінің қызметін бірі атқара алмайды. Мысалы, сабақ ол топырақтағы су мен қоректік затты сіңіре алмайды. Ал жапырақ ол тұқым бермейді. Тамыр жеміс бере алмайды. Ал гүл өсімдік бөліктерін біріктіріп ұстай алмайды. Міне балалар, әр бөліктің өзіне тән қызметтері бар. Біздің әлемде өсімдік түрлері өте көп. Барлығының бөліктерінің атауы бірдей аталғанменен, олардың мөлшері, пішіні әртүрлі болып келеді. Мына өсімдіктерге назар аударыңдар балалар. Түрлі өсімдіктерді байқап тұрсыңдар. Енді бөліктеріне қараңдаршы. Өсімдік бөліктері қандай? Дұрыс ойлап отырсыңдар балалар. Олар бір-біріне ұқсамайды. Мысалы, бірінің жапырағы жалпақ, бірінің жапырағы жіңішке. Енді балалар, тамырына назар аударыңдар. Тамырдың бірі ұзын, енді бірі қысқа. Біреуі жуан, бірі жіңішке. Балалар, енді осы тамырларға қарап мен бұл өсімдіктердің қайда өсетінін аңғарсам бола ма? Дұрыс ойлап отырсыңдар балалар, әрине болады. Мысалға, жантақ өсімдігін алайық. Бұл жантақ шөлді далада өседі. Шөлде өсетінін қайдан білдім? Оның тамырынан білдім. Жантақ өсімдігінің тамыры 25-30 метр тереңдікке дейін бойлай алады. Себебі ол су іздеп төмен қарай жүре береді. Су тапқан сәтте сол жерде тоқтап, бойына суды, қоректік затты сіңіреді. Міне балалар, ендеше тамырдың пішіні, көлемі әртүрлі болып келеді екен. Ол топырақтың қаттылығына, жұмсақтығына және ылғалдылығына байланысты болады. Өсімдік бөліктерінің атаулары бірдей болғанмен, олардың пішіндері, көлемдері әртүрлі болады екен. Және олардың атқаратын қызметтері бірдей. Барлық өсімдіктің тамыры топырақтағы су мен қоректік затты сіңіреді. Және оны сабаққа жеткізеді. Ал сабақ алған қоректік затты өсімдіктің басқа бөліктеріне тасымалдайды. Барлық өсімдіктің жапырақтары тыныс алады. Гүлдері жеміс береді, жеміс тұқым шашады. Міне балалар, өсімдік бөліктерінің атқаратын қызметтері осындай. Енді балалар, өсімдік бөліктерінен алған түсінігімізді қаншалықты меңгергенімізді түймедақ ойын арқылы байқайық. Ең бастысы қазір тамыр мен сабақтың атқаратын қызметін айтып көрейік.
Егер де біз бұл екі бөліктің қызметін дұрыс айта алсақ, онда сендермен түймедақ гүлін жинастырамыз. Ойлануға 5 секунд уақыт берем. Тамыр өсімдік үшін қандай қызмет атқарады? Жауабың дайын болса, тексерейік. Тамыр өсімдік тамырымен топыраққа бекиді. Топырақ астында орналасады. Суды сіңіреді. Қоректік заттарды тасымалдайды. Енді сабақ. Сабақ өсімдік үшін қандай қызмет атқарады? Жауабың дайын болса, тексерейік. Сабақ өсімдік бөліктерін біріктіріп ұстайды, суды жеткізеді, жапырақ шығарады. Сендер тағы ойлап отырсыңдар балалар, сабақ өсімдіктің жер үстіңгі бөлігі. Тамаша балалар. Тамыр мен сабақтың атқаратын қызметін өте дұрыс айтып, түймедақ гүлін жинастыруға көмектестіңдер. Балалар, біз бұл түймедақ гүлін жұлған жоқпыз, оны қолымызбен құрастырдық деп санайық. Себебі өсімдіктерді бейберекет жұлуға болмайды. Енді жыл мезгілдері болатыны білесіңдер балалар. Осы жыл мезгілінде әртүрлі ауа райы болып отырады. Сол ауа райына байланысты біз өзіміздің киетін киімімізді, ойнайтын ойынымызды өзгертіп отырамыз. Солай ма? Иә, ендеше балалар, өсімдіктер де осы жыл мезгілдеріне байланысты өзгеріп отырады екен. Қалай өзгереді? Мысалы, көктемде күн жылынып, қар еріп, ағаштар бүр жарып гүлдейді. Ал жазда өсімдіктер жайқалып өседі. Себебі жылу мен жарық оларға мол болады. Ал күзде жылу мен жарық азаяды. Жапырақта қоректік заттар жетіспейді. Сол себептен олар сарғайып жерге түседі. Өсімдіктің өсуі баяулайды. Ал қыста өсімдікте не жапырақ, не тұқым,